Сәлем баршаңызға. Ам, Ескі қағидадан арылғыңыз келсе, күнде өзіңіз бір жылға дейін жаңа қағида етіп жазыңыз. Қағида деген установка ғой, ескі установкадан арылуымыз керек. Бізге ол кедергі келтіреді. Бір жетістікке жетуіміз үшін, бір бақыттырақ болуымыз үшін, өмірімізді мәнді етіп, сәнді етіп өткізуіміз үшін ескі установкалар кедергі келтіріп тұрады. Егер сізде ақшаға қатысты бір жаман ой, пікір, қағида бар болса, соны жақсыға аударыңыз. Мысалға, ақша деген қолдың кірі, ақша деген жаңағы қиындықпен келеді, еңбекпен келеді деген бір установкаңыз, қағидаңыз бар болса, соның орнына позитив жазыңыз, жақсы сөз жазыңыз. Ақша маған оңай келеді, мен ақшаның магнитімін, ақша маған оңай әрі тез келеді, ақша мені өзі іздеп келеді, ақша мені жақсы көреді деген сияқты ақшаға қатысты позитивті сөздер жазыңыз. Байлар тұрады тоже. Байларға сізде қандай бір негативті установкаларыңыз болды, соны позитивке ауыстырыңыз. Байлар менмендік, өзінше, тәкаппар деп ойласаңыз, соны наоборот етіп жазыңыз. Байлар мейірбан, олар жомарт, олар мұқтаж жанға көмектеседі деп бір байларға қатысты бір жақсы жаңағы позитивті сөздеріңіз жазыңыз. Бір қандай да бір өмірлік негативті установкаларыңыз бар болса, соны позитивке ауыстырыңыз. Жаңағы бала туралы болсын, жолдасыңыз туралы болсын, әке-шешеңіз туралы болсын, өмірлік туралы болсын, өмір қиын, жаңағы көп азаптар, проблемалар деп, сондай деп ойласаңыз, ол сондай болады. Сол үшін позитивке ауыстырыңыз. Өмір ғажап, өмір керемет, табиғат сұлу деген сияқты алғысыңызды жазыңыз. Барынша позитив, соны ауыстырып жіберу керек та. Бір жыл жазыңыздар. И бастапқыда өзіңіздің бір жылдан кейін қандай адам екеніңізді жазыңыз. Сіздің бір жақсы күніңізді жазыңыз. Идеальный день дейді ғой, идеальный күніңізді жазыңыз. Содан кейін өзіңізге позитивті сөздер жазыңыз. Менің денім сау, менің күш қуатым көп, менің салмағым осындай, мен баймын, мен қуаттымын, мен осындай жетістікке жеттім деген сияқты жетіп қойғандай, арманыңыз орындалып қойғандай етіп жазыңыздар.